сен медициналық блог жүргізіп бастадың. Мысалы үшін Инстаграмда анатомияны түсіндіріп жүрсің, гистология түсіндіріп жүрсің, патофизиологиялық ауруларды талқылап жүрсің. Бірақ сенің білімің, видео түсіруге кеткен уақытың, оны монтаждауға кеткен уақытың просмотр атты нәтиже көрініп тұрған жоқ. Яғни просмотр жоғары емес. Не үшін деген сенде уайым болады, депрессия болады. Мен осыны істеп жатырмын ғой, неге менің ақпатым көтеріліп жатқан жоқ деп. Осы жерде мен қысқаша өзімнің субъектив ойымды айта кетейін. Қараңыз, адам социальный сетке неге кіреді? Чтобы мына өзінің шаршаған өмірінен отвлекаться етейін деп кіреді. Например, медик студент анатомияда шаршап жүр, ертесіне рубежка тапсыру керек, біраздан кейін экзамені бар, қиналып жүр. И қойшы дейді, тасташы біраз демала, Инстаграмға кіреді. Кіреді, сен шығасың. Достар, самай сүйегінің 8 каналының біріншісі мынандай аталады. Оның жолы медиальный, латеральный, прямо анау-мынау дейсің да. Анау адам өзі шаршап тұр, и то сен мына жақтан. Оны одан бетер қинап тұрсың да, кейін кетші дейді да. Максимум сохранение қалып қояды, который тұрады сол жерде, ешкім қарамайды да, ешқашан. Сол жерге басып қойды, өткізіп жібереді. Өткізіп жібергеннен кейін Инстаграм это алгоритм ғой. Значит, бұл видео қызық емес екен дейді, уже рейтинг түсіріп тастайды сені. Вот осылай. Любой адам сабақ оқу үшін менің ойымша Инстаграмға кірмейді. Өзің де мысалы үшін Инстаграмға сабақ оқу үшін кірмейсің. Кімді көрдің? Отырып алып Инстаграмда бүйтіп сабақ оқып отырғанын білмеймін. Мен лично өзім олай кірмеймін. Мен сабақ оқитын болсам, мен интернеттен іздеймін, сайттардан, статьялардан қараймын. ютубты қолданамын, телеграмды қолдану мүмкін, кітаптарды қарап. Бірақ точно Инстаграм, тиктокты емес. Инстаграм, тиктоктың мақсаты адамды развлекательный контенттер түсіруге да, сондай контенттер жоғары көтеріліп кетеді. Осы жерде мен қалай істеймін дейтін болсаң, оған да менің бір өзімнің жеке ойым. Мысалы үшін адам анатомия оқып шаршап жүр да, сен анатомияны күшті білесің. И өзі самай сүйегін жаттай алмай тұрған адам Инстаграм кіреді, сен шығасың. Достар, сіздерге самай сүйегін оңай жаттау жолын үйретемін десең, вот тақырыптың өзі сол. Адам дейді да. Ол қиналып тұр, сенде оған шешім бар. Точкама точка түсті, болды, все. Болды дейді. Осы адаммен үйренемін мен дейді. И сен видеоңды до конца көреді, лайкыңды басады, сохранение қалады, и сен ақпатың көтеріле береді. Вот любой сабақта осылай, лайфхактармен бөліссе менің ойымша қызық болатын сияқты. Ал егер сіздің сфераңыз жыныс органдарына байланысты болса, например, урология, гинекология болатын болса, сізге респект, потому что сіздің ақпатыңыз өзінен өзі жоғарылап кете береді, потому что біздің халықта ондай темаларды айту ұят деп саналады, көп айта бермейді. Вот сіз айтсаңыз, жақсы ақпат болады, көтеріледі. Бір, екіншіден, соның арқасынан ғой қазір урологтар көбейіп кеткені. Жыныстық қатынасты үйтіп берем, бүйтіп берем, шарик салып берем, қырып берем, жойып берем дегендер. Вот менің қысқаша ойым осы. Комментарийға өз ойларыңызды жаза кетсеңіздер. Осы видеоны медициналық блог бастайын деп жүргендерге, не болмаса бастап жатқан адамдарыңызға жіберіп қойсаңыздар болады.